Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін үй жағдайында осындай өте дәмді шығатын қуырма лағман рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдыменен қызып тұрған майымызға алдын ала маринадталған етімізді салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Етімізді ірі-ірі, бірақ жұқалап тураймыз. Сол кезде өте жақсы шығатын болады. Маринадталғанда мен сарымсақ, тұз, бұрыш және уксус салған ұнатамын. Уксусты салдым, өзіңіздің қалауыңыз бойынша маринадтап қоясыз. Етімізді жақсылап қуырып алғаннан кейін бір дана пиязды осылай жұқалап турап, бұны да орташа отта жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырылғаннан кейін үстінен соус және жақсы қызару үшін мен томат пастасын да салдым. Соустың ішінде менде сарымсақ, түрлі базилик, көкшөптер бар, сондықтан мен артық еш нәрсе салмаймын. Етімде жақсы тұздалған, сондықтан тұз да салмайтын боламын. Сіздерде егер томат пастасын салатын болсаңыздар, үстінен базилик және сарымсақ салсаңыздар өте дәмді болатын болады. Барлығын бір қуырып алып, үстінен бір стакан су құйып, жарты сағат пісіріп аламыз. Оған дейін қайнап тұрған суымыздың үстінен тұз салып, мен дайын спагетти қолдандым. Өзіңіз дайын лағмандар қолдансаңыз да болады. 4-5 минут бір қайнатып алатын боламыз дайын спагеттиімізді. Көп қайнатып, қатты пісіріп жібермейміз. Енді біздің етіміз суын толықтай тартқаннан кейін осылай тәтті бұрышымызды бір салып, жай ғана бір қуырып алатын боламыз. Қатты қуырмаймыз. Барлығын бір салып араластырып, бетінде етін, тәтті бұрыштың барлығын алып, тек қана табада майын ғана қалдырамыз. Осылай мен ситаның көмегіменен барлығын бір шығарып алдым. Майына біз лағман қуыратын боламыз. Ингредиенттерді барлығын граммен төменге жазып қалдырып кететін боламын. Енді дайын болған лағманымызды қайнап тұрған судан шығарып алып, мұздай суға бір малып алатын боламыз. Сол кезде лағманымыз бір-біріне жабыспай өте әдемі шығатын болады. Осылай барлығын судан сүзіп алып, табамыздағы майға қуырып алатын боламыз. Лағманымызды жеке бөлек майға қуырып алсақ та болады әрине, бірақ салмамызды, яғни етімізді пісіріп алған майға қуыратын болсақ, лағманымыз өте ерекше дәмді болып шығатын болады. Дәл осылай 1-2 минут қуырып алып, үстінен шығарып алған салмамызды салып, оны да тағы 1-2 минут ғана қуырып алатын боламыз лағманымызбен бірге. Қатты көп араластырып, езіп жібермейміз. Біздің қуырма лағманымыз осымен дайын. Ешқайда шықпай-ақ үй жағдайында дәл осылай жасап жесеңіздер, міндетті түрде баршаңызға ұнайтынына сенімдімін. Олай болса, баршаңызға сәттілік, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.